Осы Казой компаниясының основательдеріне рахметімді айтам. Осындай мені тәжірибеге жеткізгеніне, осындай мені Казой компаниясының өнімдерімен біраз ауруымнан арылғаныма алғысым шексіз. Аслан мырзаға, Елена ханымға ерекше рахметімді өзімнің наставнигім Злиха Бековнаға айтамын. Бұл компанияға келген себебім, жаңағы Әлия ханым айтқандай, Жандосов ауылына үлкен ұлым жылыжай сатып алған, теплица. Соған мама теплица жүргізейік, хобби баламның үлкен ұлымның деді. Я говорю, жүргізе бер. Жоқ, говорит, сенің көмегің болмаса мен жүргізе алмаймын. Ал жарайды, көрейік дедім. Қаланың келіншегімен жер үйде тұрмағанмын. Әке-шешелерім қызметкер болған адамдар. Жандосов ауылына келдім. Қорқам, жер үйде тұра алмаймын. Теплицасы жақсы. Жұмысын бастап бердім баламның. Дихан болдым. Жаңағы Әлия ханым айтқандай, үлкен ұлым намаз оқиды да, химиясыз өнімдерді, көкөністерді шығарамыз. Рассады шығарамыз, көшеттер. Огурцы, помидорды кәдімгідей тонналатып шығаратын болдық. Реализовать етуге Қазақстан бойынша балалар машинамен кетеді, мен немерелермен таксимен кететін болдым артарында. Бір жүрдім, екі жүрдім, шаршадым. Өзім биыл Құдай қаласа 60-қа келемін. Біраз қызметім болып еді, сол қызметімді жұмыстан шығып, осы балама көмегім тисін деп шештім. Өнімдеріміз көп болғаннан кейін лавка аштым. Фруктовая лавка, Гаухар теплица деген. Жаңағы шаң, тозаң, фрукты деген көп алып жіберем. Өзімнің 40 жылдай аллергиям бар. 40 жылдай гайморитім бар. Нестабильная стенокардия. 2 рет коронарография өткен. Бұрын тахикардия болушы еді, одан кейін брадикардия болып. Қолтыртақты кардиологтар жылына 2 рет кардиологияға жатқызады. Жағдайым дұрыс болмады. Күндердің күнінде сол жұмыс істеп жүргенімде Злиха келеді, былай бір-біріміз танимыз, сәлеміміздің, бірақ жақын араласқан жоқпыз. Беті басым ісіп тұрған, задыхаюсь, көзімнен жас, мұрнымнан аллергия на пыль, тоже суап тұр, өзім шаршап тұрмын. Ана кісі сұрақта не болды, бір жеріңіз ауырып тұр ма? Я говорю, аллергия ғой, қанша жыл. Ана кісі тұрып, мен сізге бір өнім туралы айтайыншы. Аллергияны 1000% емдейді деді. 3 ұлдың анасымын, 3 ұлымда да аллергия бар. Бірақ кішімдікі более қаттырақ болды. Теплицаға жүрдер жұмыс істейміз дегенде, бір күні нормальный болады да, бір күні кәдімгідей көрем, ісінетін, қышынатындарын, көздері қызарып кететіндерін, беттері ісіп, қызыл пятна дейді ғой, солар үстерінде көп болып кеткен көрем. Кейбірде нормально, бірақ айтады. Бір түрлі болып тұр, мам, мен үйге бара берейінші деп. Ұрсам, сен жұмыс істегің келмей тұр, болмайды, істейсің деп. Сосын кейін Злиха ханым айтқаннан кейін,
каждый декабрь сайын аллерготест тапсырамыз. Декабрьді кәдімгідей Новый год сияқты күтеміз, чтобы аллерготест тапсырып, врачтарға сеніп, аллергенді тауып берсе, соның дәрісін ішсек, аллергиямыз кетеді ғой деп. Бірақ ондай болмайды, 2 жыл бойы тапсырдық. 20 проба жасайды. 20 пробада бірінші ретте отрицательный болып шықты, екінші ретте отрицательный. Я говорю, қалай отрицательный болады, если менің балам реагирует, аллергия. Задак деген кәдімгідей столдың үстінде, дастарханның үстінде қанттың вазочкасына салып қойғам. Соны жаңағы мен жұмыста болғанда ішеді, ортаншылым ішеді, ішілім ішеді. И ойладым, врачтар жаза алмаған аллергияны қалай? Злиха ханым прям уверен айтып тұр екен деп. Деп тыңдадым да, жарайды, көрейін, айтып беріңізші деп бір келгенде айтты. Енді өзімнің мнением бір сказка сияқты болды. Ойладым, что-то миға қонбайтын сияқты, бірақ жарайды деп ауылдың тұрғыны болғаннан кейін, уақытын бөліп келіп тұрғаннан кейін тыңдадым. Тыңдасам, кәдімгідей ішіңіз бәрі кетеді дейді. Ойладым, қалай медицина істей алмаған нәрсені? Ол кісі айтты, мен медикпін, бывшым. Қазір осы компанияда менде біраз дерттерім болды, содан жазылдым деп. Енді түрі басып, жақсы, ажарлы келіншек, ауыратын келіншекке ұқсамайды. Сендім. Көзімнің астында кәдімгідей мынандай қалташалар болады, мешоктар дейді орысша. Жаңа қалташаларды бүйтіп көзімді түсірсем, көретінмін өзім, бетім сінгенде. Гайморит болғанда 5-ші челюстный лицевойға кәдімгідей тоже жылына 1 рет обязательно барып лечениеға не поддается? Гной в лобовой ветке дейді. Гнойная ветка в лобовой части. Соған дәріге не поддается, пока прокол болмайды. Енді жылына кейбірде 2 реттен прокол жасаған күндерім болды. Прокол жасайды, мына жеріме бүйтіп катетер істеп қояды, микрофон сияқты артистердің. Содан жидкость құйғанда 3-ші, 4-ші күні ғана шығады. Ірің. Қиналдым. Кәдімге қиналдым. Злиха ханымды тыңдап, өнім жалғыз басты анамын, 3 жылдың анасымын. Енді өнім маған қымбаттау болды, шыны керек. Алып ішіңізші, көріңізші, біреуден бастаңызшы хотя бы деп сөйледі. Бастадым. Жаңағы бастағанымда действительно неше түрлі дүние ішінен шықты. Ленточный паразиттер де шықты. Оны бүйтіп көтеріп қойып жүгіріп телефоныма барсам, анау тірі болғаны сонша 2 бүктеліп қалды. Одан қолым дірілеп, анан нете алмай, видеоға түсіре алмай, өзім жеркентті тұрмын, смывать етіп жүрдім. Осынша айтармын, сөзіме сенердер. Сөйтіп, январь, февраль, март айы іштім. Көңіл күйім көтерілді. Басым ауырмайтын болды. Жүрегім ауырмайтын болды. Жүрегім қақпайды, ештеңеден шошымаймын, қорықпаймын. Кейбірде қабағым ашылмағанда біртүрлі көңіл күйім түсіп, бір дұрыс емес хабар келетін сияқты болып, сондай болатын. Ортаншы ұлым, үлкен ұлым қалада тұрады. Мен 2 ұлмен тұрам. Ортаншы ұл университетке кетеді, кіші ұл сабаққа кетеді. Мен өзімнің дүнием болғаннан кейін 10-11-де шығуыма болады ғой жылыжайға. Ана бала 7-де кеткенде, мен 7-де үйден шығып, теплицаға кірем. Үйден қашам кәдімгідей. Қорқатын сияқты болдым бар. Теплицада көңілім ауады да, қорықпай жұмыс істей беремін. Тамақ та жемеймін.
суды ішпеймін дұрыстап. Сол жерден 4-5-те ғана шығамын. Тамақ қарным ашқанын да білмеймін сонда. Жұмыс істеп жүре беремін. Мақсатым үйге кірмеу, жалғыз болмау. Жалғыздықтан қорықтым сол кездері. Жаңағы лавкама барам, адамдармен сөйлесем, кішкене көңілім ауады. Я панический атака болды. Кәдімгідей, оны қазір білем, панический атакамен тоже паразиттер істейтін. А ол кезде оның бәрін білмей тұғым. Просто қорқып, лишь бы үйде болмау, қашу. Жаңағы лавкамда фрукты көп, жақсы фруктылар алып келем. Бір күні баламның мұғалімі звондайды, айтады, Гауһар апай, Арсен көп мандарин жейма, беті сап-сары, жеме деп айтыңызшы дейді. Зәрем ұшып кетіп, түрін қарасам, балам сабақтан келгенде. Қолы мен беті сап-сары. Бұлай мандарин жеп, мандариннан цветі емес, а именно болезненный, ауыршаң түрі. Слиха ханым келді, айттым, институт мұғалім істеп жатыр, мынаны қараңызшы, мынау дұрыс болмай тұр деп. Слиха ханым қарады да, қорықпаңыз, бірақ мынау механический желтушка деп. Енді желтушка дегенді өзім білемін, Боткинау бауырғам. Желтушка дұрыс емес екенін естіп тұрмын. Содан кейін ана кісі айтты, Новермен Харт Максимов бере беріңізші, Гауһар апай. Гауһар тәте, кәдімгідей жақсы болады деп. Жұмыстан келіп, тез тамақ істеп, жүрсініп, тамақ жейсің десем, жоқ, мен жегім келмейді, мен қарным ашып тұрған жоқ деп ұйықтап қалады. Ұйықтағанда кәдімгідей покрывалын бүйтіп ашып көрем. Худой. Мойнынан бастап басы сап-сары, былай қолдары сары и аяқтары сары. Денесі сарғайған жоқ әлі. Қорқам, жылайым, гуглит етем. Гуглит еткенде, енді онкологияда да жаман нәрсе, и процесс скоротечный, тез өтеді. Бауыр разлагается. Ойбай, қайттан Слиха ханымға звондап, Слиха ханым айтады, қорықпаңыз, су іше берсін, правильный питаниеға отырғызыңыз. Бәрі жақсы болады, Гауһар апай деп. Жарайды деп сеніп бердім. Почти 2-ші айда сарысы кетіп, баламның беті қарап, тамақ жей бастады, тола бастады. Маңдайында мынандай безеулері болатын, солары кетті. Балам ағара бастады. Өзі аққұла бала. Кәдімгідей қуандым. Диагностикада ішін қарағанында, енді мен сіздерге айта алмаймын. Анау шлактың үстіне шлак, боқтың үстіне боқ, ленточный паразиттердің енді түрлі түсті. Одан қалды қазіргі тәжірибемде предонкологияны көре алам. Сол кезде баламның ішкі құрысы сондай болды. Бір инстаграмда бір видео бар, ең басында. Айтып келе атам, ребенку 15 лет, мынау деп, сосын кейін ең артында кәдімгідей адамдарды сендіру үшін емес, адамдар осындай өнім үшін менің тәжірибемді, менің нәтижемді көрсін деп, и самое смешное, это мой ребенок деп айтам. Көрсін мен сияқты жылап жүрген, переживать етіп жүрген аналар болса, осының осындай жолы бар екенін деп. Балам кәдімгідей бері қарады, ішіндегі паразиттер кетті. 2-ші ай дегенде балам тазара бастады, бірақ кишечник был цесарен. Енді айтамыз ғой, на клеточном уровне біздің өнім тазалайды, генеральный уборка жасайды деп. Сол кәдімгідей генеральный уборка жасады. Өзім тоқыма тоқимын,
сонда балам бір күні келіп айтты: мам, менің ішімнен сіздің мынандай кішкентай клубоктарыңыз болады ғой, жіптеріңіз, сондай бірдеңе түсті дейді. Ей, неге айтпадың? Мен көретін едім ғой. Қойыңызшы, тағы да инстаграмға саласыз деп ұялып, ол да снимать етіп тастапты. Я говорю: сынок, бұл енді менің саған деген көмегім ғой, басқа аналар да көрсін деген ниет қой менде. Неге айтпадың? Сен дұрыс істемедің ғой деп едім. Қойшы, мам, мен көңіл күйім де жақсы, қабақ ашылмайтын. Бірдеңеге жұмсасам, шаршап, шалдығып кететін. Көрдім оның барлығын. Балаларым әзілқой сондай еді, бірақ ана баламның қабақ ашылмағаны, содан білдім бір жеріне жанына бірдеңе батып тұрғанын. Оны жазып алдым. Кәдімгідей баламның бойы да өсті. Менен бойы ұзын болды. Бір күні Зылиха ханым келіп айтады: Тоқа ханым, енді адамдарға айта бастадым. Осындай менің балам беттері безеу болса айтам, обязательно мына баланы тазарту керек деп. Зылихаға барыңызшы, айтыңызшы деп. Зылиха ханым менің іс-әрекетімді көріп: Тоқа ханым, давай сізді жазайық, жұмыс істеңізші, сіз орысша, қазақша жақсы сөйлейді екенсіз, жеткізе алады екенсіз деп сөйтеді. Я говорю: білмеймін ғой, мен сетевойда очень ешқашан істеп көрмегенмін. Өзім қызметім почти 400 адамның бастығы болғам. Білмеймін, мен мына салада істей аламын ба, істей алмаймын ба, білмеймін, айта алмаймын дедім. Істей аласыз, қолыңыздан келеді деді. Я говорю: жарайды, көрейін. Бір күні кетті: қайдасыз? Звондады: қайдасыз деп. Я говорю: лавкадамын. Қазір деді, келіп копировкаға тастап кетті. Я ойбай, мен вообще мынаны не бұрауын, не құтылуын ештеңесін білмеймін деп едім. Ой, бәрін үйренесіз деді. Ана кісі кеткеннен кейін құрдым. Қолымды былай салам. Іш құрылысым уже в то время где-то көктемнің аяқ жағы болды. Қайтадан ластанып жатыр. Менің созылмалы ауруларыма 3 ай ішкенім көмек берді, бірақ не до конца. Ойладым, қалай болады екен, мен ішкенім қайда кетті, қайтадан барлығы. Құрттарды көріне басталды. Грибки, дрожжи тоже көрдім. Бірақ сол кезде аллергетик болғанда мен сылбұрыш жей алмайтынмын, орех жей алмайтынмын, мед жей алмайтынмын. Ана жерде отырып, мен жалғыз өзім удивляться етіп отырып, жарты келдей орех жедім. Қашан тамағым қыжылдайды екен, тамағым қыжылдап бастайды тұғын. Қашан жөтел басталады екен. Ол жөтел сосын кейін жүрегімді айнытады тұғын. Жүрегім айнығаннан кейін жаңағы рвота начинается. Рвота начинается, давление поднимается. Балалар қорқып скорый шақырады. Скорый келеді, диагноздарымды естігеннен кейін нулевка салады да мигалкасымен сразу кардиология қылып кететін. Жарты жейтін жоқ. Ешқай жерім қышымайды, тамағым қыжылдамайды. Сосын мен кішкене енді совсем перебор болып тұр екен, жемей тұра тұрайын дедім. Сосын салат жедім, чим-чим. Кәдімгідей қызыл бұрышы көп ащы салат бар ғой, соны жедім. Оған да реакция бермеді. Надо ж деп удивилась. Зылиханы шақырып алып айттым: мен сеніп отырмын, маған көмектескен сияқты, бірақ ішімді тағы да қарап беріңізші, үйретіңізші мені деп. Сол кезден бастап осы компанияның партнері болдым. Жаңағы Әлия ханым айтқандай, Жезқазғанның тумасымын. Осы жақта 20 жылдай тұрып жатырмын.
клиент жинауға үйрену үшін Зылиха ханымға айттым, жүріңізші, мен біраз қызмет істеп едім, туыстарым бар, жекжаттар бар, достарым бар, барайықшы Жезқазғанға. Бастық болып үйреніп қалған адам осында отырып звондадым ағамның баласына, маған здание тауып қой, маған мебель ішіне кіргіз, мебель жақсы болсын, қиқы-жиқы болмасын, өйткені мен бастығыммен келе жатырмын, маған баннер істеп, есік алдында баннер болатын болсын. Соның барлығын істеді. Ол кезде мынандай объявление бермейміз. Бүкіл туыстарыма диагностика на паразиты, жаңағы мекен-жайды айтып, статустарыңа қойыңдар деп приказ бердім. Қойды. Кәдімгідей біраз нәрсені үйреніп қалдым, біраз нәрсе біліп қалдым. Адамдарға көмектескім келіп тұр. Біраз адам алды. Біраз результат Жезқазғаннан көрдім. Псориаз көрдім. Бір кісі, ер кісі 20 жыл болған псориазынан арылды. ЗПР баланы алып келді. Мамасыма деп ойлап едім. Әжесі екен, жас келіншек. Осындай балам сөйлемейді деді. Зылиха ханым сабақ өткізгенде айтатын, любой сбой организма ол паразитоз. ЗПР-ді қараймын, зерттеймін, действительно сөйлемеген бала это паразитоз. Жаңағы әйелге өзімнің бар біліммен кеңес бердім. Немересі микроскопқа қолын бермеді. Немересі не қойды білмейді, не отырды білмейді, не сөйлемейді, ымдайды, айқайлайды, шырылдайды, жүгіреді, аяғымен столға мініп кетеді. Сондай бала. Задержка психического развития у ребенка болған. Бүкіл ақпаратты тырыстым беруге. Алғыздым әжесіне. Бір ай ішті, екінші айына мен Зылихасыз өзім бардым Жезқазғанға. Кішкене үйренгенім бар, бірақ ол үйренгенім қазіргі үйренгеннен енді 10%, 15% шықты. Тағы да алып жаңағы кісі келіп, баласы жақсы болып қалды, тамақ жейді деді. Жаңағы ол кісіге айттым, бала горшок отырғанда обязательно маған дәретін суретке түсіріп жіберіңізші, мен қарап отырамын, ішінен не шығып жатқанын. Екінші барғанында капсулированный паразиттер болып балада. Капсулированный паразит неге болады? Өйткені ата-аналары антипаразитарный бірдеңе берген. Паразит ол өте ақылды құрт, ол өзін жаңағы антипаразитарный программа өлтірмес үшін, дәрі өлтірмес үшін, ол өзін капсулаға жағады. Капсулада 25-30 жыл тұралады екен. Сосын кейін балалайды, соның ішінде баласымен, дәрілермен дененің дәрінің ұмытып кеткенде шығады екен, капсуланы разбивать етеді. Сондай капсулированный паразит шыққан балада. Ана кісіге тағы да айттым. Бұл балада паразиттер по кровеносной системе жүріп келатыр. Ол капсулированный паразиттер басында отырады. Ана кісі шошыды. Қалай? Яғни солай. Өйткені қан тамырларымен жүре береді паразиттер тамырлардың ішінде. Қорқып екінші айын алып беріп атқанда, бір күні жыламсырап звондап тұр, голосовой жіберіп. Каухар ханым, рахмет. Баласы 2 ай дегенде, какое вкусное мороженое деп. 5 жастағы бала бірде-бір сөз айтпаған, телевизор көреді, телефон көреді, какое вкусное мороженое деп айтты. Ол голосовой бар еді, бірақ телефон жанып кеткеннен кейін сол қалды.
білмеймін, жоғалтып алдым, телефоным түсіп кетті. Сондай нәтижелер өте көп. 75 жасар бабушка келді, астма деп. 2 ай ішіп, астмасы жақсарды. Бірақ кері байланысқа шыққан жоқ. Ешкімді уговаривать етпеймін, ешкімге жалынбаймын. Бірақ кеңесімді грамотно беруге тырысамын. Орыс болса орысша, қазақ болса қазақша. Өзімнің тәжірибем көргенім өте көп. Осыдан 8 жыл бұрын туған ағам қайтыс болды. Жезқазғанның больницасына жатқызады, диагноз қоя алмайды. Қарағандыға жібереді, диагноз қоя алмайды. Астанаға жібереді, диагноз жоқ. Күніне 2 рет температура көтеріледі. Сосын үлкен апам президентский клиникаға жатқызады. Күніне 200 мың. 1-7-ге. Президентский клиника 8 жыл бұрын диагноз қоя алмай, білмейміз, билиарный вирус шығар деп шығарып салды. Мен декабрьде Жезқазғанға барғанымда, іс-сапармен, последний іс-сапарларым, бауырым больницадан шығып, ұйқы безімді гистологияға кесіп алып, Москваға жіберді деді. Ол декабрьдің 25 күні ұшып бардым Жезқазғанға. 9 февраль күні ағам қайтыс болды, гистология келген жоқ. Бауырым өліп қалғаннан кейін гистологияның керегіне, диагнозсыз кетті. В общем, ішіне даже сары су үймеледі. 1 шелекте сары су алыпты. Қазіргі өзімнің знанияммен, өзімнің тәжірибеммен, өзімнің практикамен 100% паразитоз екенін мен білемін. 2 ағайынды тумасымыз, 2 семья деп айтамыз. 2 атаның баласымыз. Сол 1 атаның, менің атамның інісінің қыздары медик. Енді регалиялары керемет. Неше түрлі той больницаларда істеген. Сол кісілермен сөйлескенде кәдімгідей медик болмасам да, өзімнің білгенім тәжірибемен кәдімгідей доказывать етем, что это был паразитоз, что диагноз қойылмады, что медицина паразитті зерттей алмайды, ни в каловых массах, ни в анализ крови. Қазіргі таңда кабинетім бар, Жандосова 200 деген Алматыда. 3 регионды жүргіздім. Астана, Талдықорған, Жезқазған. Медцентр Аурикада кабинетім болған. Ол кабинет просто бола берер еді. Суббота-воскресеньеде ол кісілер, сіз демалыңыз, біздің де өзіміздің адамдарымыз көп, кабинет босамайды деді. Я бұл қалай, маған суббота-воскресенье тоже адамдар келеді деп, мен ол кісілерден кетіп қалдым. Жандосова 200-да 3 айдай без одного выходного жұмыс істедім. Таңертең ерте келем, кешке кетем. Бүгінде мені кабинетте отырмын. Үйдің Wi-Fi ауыл болғаннан кейін кішкене дұрыс емес. Сендердің алдарыңызда кішкене ұят болып қалмасын. Жақсылап кеңесімді берейін, білгенімді бөлісейін деп, кабинетімде қалып отырған жайым бар. Сұрақтарыңыз бар болса, қойсаңыздар болады. Гаухар ханым, көп рахмет. Сұрақ бар, себебі марафоншылардың сұрағынысы бойынша қалай саусақтан диагностиканы сіздер айтып бере аласыздар. иә, сол жағынан сұрақ туындалды марафоншы қатысушылардан. Сол болдың безымянный палец дейді ғой, осы саусақтан барлықтеріңізден қан алады анализге.
не мына саусақтан, не үлкен саусақтан алмайды. Именно мына саусақтан алады. Біз де осы саусақтан микроскоптың астынан көре аламыз. Өйткені бұл саусақтың капиллярлары өт жолдарын көрсетеді. Бұл саусақтың капиллярлары бауыр көрсетеді. Бұл саусақтың капиллярлары кишечникті көрсетеді. Менің инстаграмым жақсы жұмыс істеп жатыр. Біраз адамдар көріп жатыр. Менің 13-ші тиктогым қазір жұмыс істеп жатыр. Мені Всемирная организация здравоохранения дейді ғой, сол кісілер бұғаттап тастайды. Потому что онкология туралы айтамын, паразитоз туралы айтамын, врачтардың дұрыс емдемейтін туралы айтамын, фарм препараттардың антипаразитарны ішкеннен кейін ішінде токсин қаласын айтамын. Токсин деген біз өз өнімізбен, препаратпен паразиттерді, құрттарды тірідей үлкен дәретпен шығарсақ, фарм препараттар сол жерде тұрған паразитті өлтіре салады. Ол өлтіргеннен кейін ол шірейді. Шірігеннен кейін жандағы любой органды заражать етеді. Сол менің жұмыстарымыз көрсеңіз болады. Өте көп адамдар ішіп жатыр, өте көп адамдар риза. Онкологиядан, Россиядан келген келіншек, онкология болған, химиотерапия алған, сол кісіні кәдімгідей ұйықтамай дейді. Ішін қарағанда диагностикамен тяжелый металдар өте көп, грибки дрожжи көп, су ішпейді, тамақты дұрыс жемейді. Сол кеңестерін бәрін беріп, бір-екі күн қадағалап, сосын кейін бәрін істеп бастағаннан кейін уже кішкене сондай жесткий контроль. Мен қазір жіберем, зумның соңында инстаграмды жіберемін. Жазамын, Айжан ханым. Сол орыс кісі переселенец с России, ал ол кісі осы Жандосованың бойында келе жатқанда бала сияқты жүгіріп келіп, бетімді сүйіп құшақтап кетеді. Түнгі 2-ден бастап ұйықтамай тұғым дейді. Өйткені паразиттер түнде тұрады, бәріңіз білесіздер. Жеген өнімдері дұрыс емес, су ішпейді. Неге су қажет біздің ағзамызға? Өтіміз жүрмегенде су жетіспейді организмге. Өт деген өзі антипаразитарлық өнім біздің организмімізде. Өтіміз жүріп тұрса, ішімізде паразит болмайды. Өтіміз жүріп тұрса, созылмалы ауруларымыз болмайды. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Марафоншылар сұрақ қойыңыздар. Иә, Гаухар апай, мұнда чатта жазды, Жазира ханым, көп тәтті жегім келеді дейді. Иә. Жазира ханым, сәлеметсіз бе? Салмағыңыз қанша? Салмағыңыз қанша? Салмағым 60. 60. Аха. Сіз 2 литр 400 грамм су ішуіңіз керек. Өйткені сіздің паразиттеріңіз кәдімгідей бір жерде тұрып, сіздің жеген тамағыңызды күтіп тұрады. Су емес, именно тамақ тәтті. На психологическом уровне они управляют нами. Сол үшін су ішсеңіз, қарныңыз ашымайды. Сіз, например, шашлык жейміз ғой? Қазір шашлык мүлдем жемеймін. 5-6 палка шашлык, плюс-минус 1 ел ет болады. Оны жейміз. А сіз 1 ел шашлык жегенше, 1 ел огурцы жеңізші. Қарныңыз оған да тояды, бірақ огурцы ағзаңыздың бәрін тазалайды.
шашлыктың еті піспеген ет, бычий цепень деген болады. Дұрыстап қуырылмаған еттен. Еттің өзі, малдың өзі қазір қалай бордақылайды біздің қасапшылар, қалай диқан емес, табанда уколдармен. Gavhar Hanım, telefon nömrünüzü yazsanız siz kayda turasınız bizler. Selo Şamalga'da turamız, Candaş'pa көрші жерде. Siz telefon nömrünüzü yazınız, biz Züleyxa'ya görünemiz ve sizді қайдан табамыз, Züleyxa'ны қайдан табамыз. Sіңілім екенсіз. Мен кім екенмін? Gavhar Hanım. Сіңілім екенсіз Сіз деп. Қалипа апай. Ой, мен Ол қуаныштымын. кісі Балжан ханымның адамы. Иә. Балжан ханым біздің Зüleyxa ханымның партнері. Біз бір семья, бір ұйымбыз, ұжымбыз. Келіңіз, мен Жандосова 200Б Сайын көшесінің қиылысында аптека Мегафармның диагностика на паразиты деп жазылып тұр. Сол жерде кабинетім. Менің ұялы телефонымның нөмірі 37-806-4090. Алматыда ма сонда бұл? Алматыдамын, иә. Алматыда, Жандос Сайынада. 37-806-4090. Любой врачтар, өзімнің енді жұмысым туралы айтып кетейін. Зüleyxa ханым жұмыс істеуге болады дегенде, құрсын қалай істеймін, тәжірибем жоқ, медик емеспін, образованием жоқ, қалай болады екен деп. Ой, Гауһар тәте, кезінде әкем марқұм тірі болғанда хирург болғым келген. Бірақ әкем 17 жасында қайтыс болды да, бүкіл жаңағы қайғымен хирург та жабылды. Әке-шешем сауда саласында жұмыс істеген, сол саудаға кеткен. Өзім ресторатормын. Заведовала рестораном высшего уровня. Ол жұмысымды тастап, кәдімгідей тоже 3 регионды басқараттығым. Бірнеше ресторан жүргізген адаммын. Бірнеше ресторан ашқан адаммын. Сосын жаңағы ұлымның хоббиін жалғастырайын деп диқан болдым. Алматы облысының ведущий диханы болдым. Кәдімгідей біраз адам келіп, ұлымнан сұрайтын, сен қандай адам жалдайсың, мынаны кім істейді, мынандай профессионально істейді екен деп. Ешкім жалдамай, мамам істейді деп. Кейбір кісілер келіп, ой, қалай істейсіз, кеңес бересіз бе дейді. Кішкене өзім бұлттау болғаннан кейін айтам, басымды қатырмаңдар, алатындарыңды аласыңдар да кетесіңдер. Сосын Азатқа айтам үлкен ұлыма, не деген сұмдық, менің үйіме сонда бүкіл еркектер кіре бере ма? Бірге кіріп, бірге шығасың. Заранее ешкім кірмесін, аулаға кіргізбеймін деймін. Сол қазіргі таңда любой врачпен жаңағы жұмыс команда жинаватым ғой енді. Өз командама ақпаратым жақсы жетсін, адамдар тазарсын деп врачтарды аламын. Врачтарға кәдімгідей айтамын, сендердің істеп жүргендерің осы уақытқа дейін дұрыс болмады. Қазір осылай. Врачтар қаншама адам приемға келді. Біздің компанияның серіктестерін білет, менің бір личнигім кәдімгідей врач. Аллергиясы болған ол кісінің. Бүкіл осы Қазақстанның керемет профессорлеріне барған, 1000 миллион ақшасын құртқан. Жазылмаған Ресейдің врачтарымен онлайн сөйлесіп, сол кісілердің кеңесін алып, сол кісілердің нелерін прописывать еткен дәрілерін ішіп, капать етіп неткен, ол көмектеспеген. Бір күні маған тиктоктан шығып тұр. Қабылдайсыз ба мені? Иә, қабылдаймын, келіңіз. Келді. Бәрін, білген нәрсемнің бәрін айтып бердім. Ана кісі ішем, алам деді. Ішті. Қазіргі таңда ол кісі өзін жақсы сезінеді, бірақ созылмалы ауру сондай дерті қатты болғаннан кейін бір курс, екі курс аздау. Мен де 15-ші
августтан бастап ішіп жатырмын, екінші курсты. Бірақ ол да маған аздау болады, потому что иммунитетім әлі көтерілмеген. 40 жыл ауруды 3 айда емдей алмаймын. Тем более мынандай түрмен. Щадящий. Бүкіл орысы келсін, басқа халықтар келсін, айтам, не нарушаем микрофлору, ни кишечника, ни желудка. Европадан көп адамдар звондайды. Кеше түнгі 3-ге дейін сөйлестім. Бүгін орыс сумының спикері болам. Сол жерде шетелдің адамдары болады, Ресейдің адамдары. Қазіргі таңда міне ровно 1 жыл болды, январьда айлық жалақым 500 мыңнан 700 мыңға дейін аламын. Сұрақтарыңыз болса? Статустарым: 3 кабинетім бар. Дважды региональный директормын. Құдай қаласа, совсем чуть-чуть бриллиант болуға қалдым. Тәжірибем мол, білімім мол. Осы компанияға келгелі адамдар іздеп үйге де келеді. Мына кабинетті алған себебім, үйге келетін адамдар болды. Қарап беріңізші деп. Сол кабинетті ашып, Злиха ханымның бүкіл үйреткен нәрселерін қолданып, біраз нәрсе ағзаларыңызды көре алам, айта алам. Диагноздарды шетелдің адамдары, бір жігіт бар, Чехиядан. Декабрьде келу керек тұғым, келе алмады, бірақ кеңес бердім. Жаңағы тәтті жемейсің, рахмет Бронко ханым. Тәтті жемейсің, жирное, жареное, молочное, бәрін исключаешь, сладкое, сдобное, фрукты, сухофрукты, все исключаешь, пьешь водный баланс. Жазып тұрады маған. Спасибо, Гаухар апай. Все хорошо у меня. Но все равно, я говорю, это просто временно. Бірақ ішінде паразиттер бар әлі. Рахмет, Әсел ханым. Олардың барлығын шығару керек. Міндет шығару. Біздің қазақтың бабушкаларында күшті диагноз бар, ұршығым ауырады деген. Ұршық білесіздер, тазовое дно, таз. Иық, скелет, бүйтіп стакан сияқты тазға келеді. Именно тазда грибки, дрожжи, паразиты, кандидоз, тяжелые металлы. Соның барлығы тазовый днода қалады да, тазовый стенкаларды жейді. Почему үлкен кісілер ақсаңдап қалады? Су ішпейді, өт жүрмейді. Өт организмдегі именно суставтарға өте көмегі көп. Мен су ішпеймін, бүйрегім ауырады дейді. Бүйрек ауырмайды. Ол кісіде бар бүйрек, менде де бар. Міне менің көзімнің астындағы қалташалар қазір жоқ. Мына қалташаларды бүйткенде өзім көре алады тұғым. 60 жасыма, енді түрім жаман емес деп ойлаймын. Ол кісілерде бар бүйрек, менде де бар. Осыдан 2 ай бұрын суық тиіп алып қалдым күзде. Өзімді зерттедім, өзіме осы өнімді экспериментировать еттім. Нолверм іштім, Харп Максимус іштім и Виталайф іштім. Виталайф лимфодренажный системаны тазалайды. Нолверм жаңағы құрттар түсіреді. Харп Максимус ол кровеносный системаны, іштегі бүкіл мүшелерді тазарып, қуат беріп, мочеполовой системаны тазартатын өнім біздің. Онкопротектор дейміз, гепатопротектор дейміз, кардиопротектор дейміз. Сол өнімнен циститім де кетті. Циститпен ауыратынмын. Сол
көңіл күйім жақсы. Жалғыз басты ана болсам да қолым ұзарды. Ақша қалтада. Жұмыс істегілеріңіз келсе, осы біздің компанияда мүмкіндік мол. Мен сетевой маркетингті түсінбеймін. Сетевойдың адамдары келгенде айтуын айтып беріп, Злиха ханымға сілтеймін. Злиха ханым бәрін айтып бергенде сразу адамдар жазылады. Қазірде бір күн болып гайморитім воспаляция еткен. Мынандай таши пайда болған. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Кеш жарық, Гаухар ханым, сізге бір сұрақ қойсам. Мен осы қаңтар айының 20-сында бірінші курсты біттім, 1 айлық. Енді осы Айта беріңіз. екінші айды бастасам деп отырмын. Бірақ осы 2 аралықта мына 15 күн демалыста менің жаңғақ жегім келеді. Жаңғақ жеуге бола ма? Пока жеуге болмайды. Пока жеуге болмайды. Паразиттеріңіздің бәрі шыққан жоқ. Что сухофрукты, что фрукты, что орехи кушать пока нельзя. Бүкіл паразиттеріңіз әлі шыққан жоқ. Сол паразиттеріңіз Жасмин, тағы Гаухар ханым, мен бір сұрақ қойсам бола ма екен? қойыңыз. Жазира. Менің анам 70 жаста, құлағы естімейді. Көп жерге апардық, сол құлағының артында майда тамыр бітеліп қалған дейді. Сол кісіге не дейсіз? Атит болды ма? Тексеріліп, осы нелер. Атит? Да. Құлағы бар ғой, мынандай болып кеткен, без шошынып кеткен бір сол құлағы. Одан кейін ол кетіп қалды. Челюстімен больницаға да бардық. Бұлақ ақпады. Когда засорена лимфодренажная система, ұйқы без лимфа. Да. Лимфодренажная система засорена. Прям жақсы есіп. Сосын анамның үстіне қып-қызыл майда бірдемелер шығып кетті. Көп қызыл цвет. Бауырының ішінде құрт бар. Если красные маленькие точечки, как кровянистые сияқты, это сигналит печень. Любой органымыз бізге сигнал береді. Біз қарамаймыз, біз внимание обращать етеміз. Маленькие красные точки, сіз заманауи қызсыз ғой, Гуглға жазыңыз. Это сигналит печень. Мамаңызда в печени сидят паразиты. А то, что ұйқы бездері неткен, шошынған, лимфодренажная система засорена у мамы. Почему біз 5000 шаг жүрдейміз? 10 000 шаг жүрдейміз. Почему? Потому что при утренней ходьбе лимфодренажная система, она хорошо работает. Обязательно нужно держать водный баланс. Обязательно нужно все исключить перечисленное. Кәдімгідей мамаңыз. В первую очередь, мен мынандай Харт Максимус деген препаратты назначаю взрослым, назначаю тяжелым детям. Өнімнің барлығы табиғи. Не нарушаем микрофлору кишечника, не нарушаем микрофлору желудка. При правильном водном балансе мына умный капсула кәдімгідей бәрін істейді. Жаңағы ЗПР баланың бабушкасы 44 жаста болған сол кезде. Мен неде диагностикада гормональный сбой көргем. Сосын кейін айттым, у вас гормональный сбой. Обращать еткен жоқ, внимание, жарайды деп отыра бер. Сосын кейін, бірақ ол кісі екінші рет келгенімде өнімді алды. Айттым, таңғы 5-те 1 жұтым сумен ішесіз, таңғы 7-де 2 бокал ыстық су ішесіз деп.
Таңғы 6-тан бастап звондады. Гаухар тәте, үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, құсып жатырмын, лоқсып жатырмын. Я говорю, солай болады деп мен айттым ғой. Сіз 44 жаста, 44 жылда қаншама созылмалы аурулар, дұрыс нәрсе жемедіңіз. Соның барлығы шлак болып организміңізде қалды. Гормональный сбой бар деп айттым. Гормональный сбой деген организмнің сбойы болып жатқанда на гормональном фоне летит щитовидная железа, летит сахар и летят гормоны, когда женщина поправляется. Соны успокаивать етіп, айттым, солай болады. Бала емессіз ғой, төзесіз, су ішесіз. Бұл сондай умный капсула. Бұл капсуланың күші сағат 12-1-ге дейін ғана болады. Содан кейін басылады дедім. 11-дің кезінде звондап тұрып қайттым. Тағы да не болып қалды екен деп тыңдасам. Гаухар апай, мен вообще удивляться етіп отырмын. Жарты жыл кимеген етек кірім кеп жатыр дейді. Мен сізге айттым ғой. Бұл зонально тек қана бауырға, тек қана бүйрекке, тек қана жүрекке жұмыс істейтін капсула емес. Бұл капсула кәдімгідей бүкіл іштегі органдардың бәрін генеральный уборка жасайды. Рахмет сізге, Гаухар апай. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Гаухар ханым, тағы бір сұрақ қойсам, менің жолдасым 69 жаста, көзіне катарактыға былтыр март айында операция жасаған, бір көзі жөндеп көрмейді. Көздің хрусталиктің астында бір тамыр жарылып, сол қан қатып қалған деп, қазір возрастной не деп списать етіп отыр да. Соны емдеуге бола ма? Катарактымен қорытындылар бар ма? Күлмәрия, да, сіздің атыңыз? Иә. Күлмәрия ханым, смотрите. Ағзамыздағы құрттар, ағзамыздағы құрттар кровообращениемен, қан тамырларымен, қан тамырымен жүреді ғой. Именно солардың личинкалары, именно солардың жұмыртқалары откладываются в головном мозге. Почему ребенок не разговаривает? Почему вот эти все личинки остаются в глазу? Өзімде закупорка слезного канала болған. Мына сол көзімнен жас аға берген. Непроходимость. Жаңағы екінші семьядағы бір апам, врач-офтальмолог, соған айтқам. Не істеуге болады на көзді деп. На көзді переносицаны долбить етіп, мына жерге катетер қоямыз, сосын кейін жаңағы жасың сол жаққа кететін болады. Рахмет дедім. Басқа вторжение жасағанда, ол басың дұрыс болмайтынына бәріміз білеміз. Вообще, менің мнением, если оперативное вмешательство было, то это нежелательно. Но біздің вот этот препарат, Харт Максимус, он выгоняет вот это все. 100% жазылмаса да, қалы жақсы болады. Өйткені возрастной 60, нешеде дедіңіз? 69-да дедіңіз ба? Иә, созылмалы аурулар, үлкен кісілер, кішкене, міне өзім 60-тамын, 2 курс для меня мало. Мен 15 августтен бастап, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 6 ай ішіп жатырмын. С периодичностью. Этого немножко мало. Но қазір мен последний банкам қалды, ертең екеуін ішем, и кішкене тоқтатамын. Перерыв сделаю, сосын кейін қайтам бастаймын. Потому что менің да лимфодренажная система құрған. Почему? Потому что у меня почти 40 жил гайморит было. Все то, что заканчивается на «и», гайморит, гастрит, бронхит, отит, это все паразитоз. Любые новообразования, киста, мастопатия. Мастопатия 100% екайдың ішінде жазылады. Соның барлығы кистозно-фиброзная мастопатия – это паразитоз.
Нововермнен бастау керек па? Лечениені картмашинистан бастау керек па? Үлкен кісілерге, ну, кім қандай кеңес береді? Все зависит диагностикадан. Диагностикада не көреміз? Мен, например, өзім адамдардан сразу 4 нововерм берем бір айға. 4 нововерм. И бір картмашинист берем. 4-мен мынау біреу бір ай ішеді. Бірге ішеді. Сізді кім шақырды марафонға? Жабылып қалды және. Кім шақырды? Елена ханым. Елена ханым. Елена ханым біздің енді супероснователь. Ол кісі сізге қандай кеңес береді, диагностикада не көреді, соның барлығын істесеңіз, сіз кәдімгідей күшті маманның қолындасыз. Өзім диагностик өттім, жолдасымды апармағанмын, енді осы неден апарып, ол кісіден бір консультация алу керек болып тұр. Рахмет сізге. Алуыңыз міндет обязательно, но паразитоз ол бытовой. Үйіңізде неше адам бар, соның барлығы сізде паразитоз болды ғой, иә? Да, болды. Значит, у всей семьи есть паразит. Постель одна, посуда одна, туалет один, быт один. У всех паразитоз. Гауһар ақшасы қанша тұрады? Ақшасы қанша? Неге көп деп айттыңыз? Апатай, сізді кім шақырды? Балжан ханым. Балжан ханым шақырды. Балжан ханым бүкіл семьясына, бүкіл балаларына алып ішіп жатыр. Мынаның бағасы 16.500. Бағалары былай көрсең ба? Бағалары доллармен, теңгемен бірдей. Бүкіл қалаларға, бүкіл мемлекеттерге. Каспий рассрочка бар. Сертификат международного образца бар и сертификат халал бар. Біреуі 16.500, бұдан 3 или 4 бір айда ішесіз. Мынау 49.500. Балжан ханым уже біраз нәрсені біліп қалды. Новичок болса да, Балжан ханым. Айға 100 мың. Иә, плюс-минус 100 мың болады. Зато созылмалы ауруларыңыз кетеді, давлениеңіз көтермейтін болады, жүрек қағысыңыз, жаңағы суды ішіп, сүтпен шай ішпесеңіз, сүтпен шай ішесіз. Көк шай ішем. Вообще ешқандай шай ішпей, құр кипяток ішіңізші. Жарайды. Менің килом басылып кетті да, килом 100-дің үстінде тұрмын ғой қазір. Бұрын 55 едім, енді үйде отырып қалдым ғой, бала бағып. Весім көтеріліп кетті, соны түсіре алмай жатырмын. Бұрын білмеппін, осы марафонға енді қосылып жатырмын. Сіздей адамдармен ұшырасқаныма рахмет, Алия ханымға рахмет, Балжан ханымға рахмет. Бұрын білмеппін ғой. Аман болыңыз. Қазір жасартамыз сізді. Аумин. Нешедесіз? 71-де, 17-де. Иә, теріс 17-де. Так что жасарасыз. Мен бұл жаққа келген адамдарға, менен денсаулықтың жолын сұрап келетін адамдарға айтам. Өнімді алғанда түріңізді түсіріп алыңызшы суретке деп. Бір айдан кейін осы өзіңіздің 2 түріңізді салыстырасыз. Бір айда нәтиже көресіз деп. Аумин. Ой, түр ештеңе емес, денсаулық болса болды ғой. Жасымыз келді. Жолдасымыз бар. Енді менің және сізге сұрағым, жолдасымның қазір бір аптадай болды, үлкен дәрет жүрмейді, шыққым келеді дейді, барады келеді 75-те 76-ға қарады. Жолдасыңыз салмағы қанша? Ол 80 шықпайды, 80 деп қояқ, ол арық, әдемі ол. Ойдой. Фигурасы жақсы ғой енді, тұп дұрыс қой енді несі. Мен ана толып 3 литр 200 грамм су ішу керек. Ол кісі. Ол кісі ма? Иә, 3 литр 200 грамм су ішу керек.
2 литрді обедке дейін, 1 литр 200 граммды кешкі 6-ға дейін. Сосын кейін жаңағы тәттіні, ақ нанды, рожки, бешбармақтың кестасын, фрукты, творог, молочное, бәрін алу керек рацион питаниеда. Оны Балжан айтып береді сізге. Балжанның наставнигі Эльмира ханым өте жақсы маман. Бәрін айтып береді. Ашып, айтып, бәрін. Кәдімгідей түзу жолға салып береді. Жігітіңіз еще әдемі болады. Рахмет. Денсаулығыңыз берсін. Сау болыңыз жаным. Бала шағаңызға рахатын көріңіз. Рахмет. Неғын құсап немере шөбере көріңіз. Аумин, айтқаныңыз келсін, аумин. 5 немеренің әжесімін. Жарайды. Құтты болсын Құдай, өміріменен берсін. Адал қостар қоссын. Құдай денсаулық берсін Алла. Дені сау болса бәр нәрсе болады. Бәр нәрсені жеңеді. Бақытты болсын. Үйіңе адал келін келсін. Келінім адал. Сіз біздің компанияға келіңіз. Мен білген нәрсені сізге де үйретем. Үлкен салиқалы апасыз, туыс-туғандарыңыз, жекжаттарыңыз көп, көрші-көлем, соларға кәдімгідей жұлдыз боласыз. Иә, аумин, аумин, айтқаныңыз. Иә, сені сіңлім етіп алам ғой, енді қызым емессіз да, сіңлім боласыз ғой. Иә. Жоң жас кішкентай. Жақсы. Рахмет, сау болыңыз жаным. Азыр Жандосовта тұрасыз, азыр? Иә, Жандосовта тұрам. Бізге көрші ғой, барамыз ол. Үстенге бара саламыз таксиге. Енді сізді тындырмаймыз біз. Жақсы, сау болыңыз. Сау бол. Сұрақтарыңыз болса, марафоншылар. С-20, рахмет сізге де. Атыңызды білмеймін. Халипа апа. Халипа апа, сізге рахмет, иә. Мына жерде С-20 дейді, тағы да жүрекше жіберіп жатыр. Зиғабековна, рахмет. Поклонниктарыңыз шығар. Түсінбедім. Поклонниктарыңыз шығар, жақсы көретін сізді. Поклонниктар бір жерде отырмайды ғой. Айнұры, рахмет. Маржан, рахмет. Аман болды. Ой, Маржан, балам. Рахмет.